Жалғыз, кедей сценарист, жұмыссыз, досы жоқ, ата-анасы қайтыс болған. Алайда оның басты мәселесі жарты жылдан астам уақыт бойы ұйықтай алмауы. Себебі ол ұйықтауға тырысқан сайын тісінде жын пайда болып, бәрін қорқынышты, қатыгез түске айналдырады. Бүгін түнде Сангу тісінде метрода жүргенін көреді. Кенеттен жын пайда болып, оны шашынан ұстап алады да, еденге тесік жасап, басын сол жерге тығып өлтіреді. Сангу тісінде өлген сәтте оянып кетеді, бірдеңе жазуға тырысады. Бірақ дәл сол кезде үй иесі есік қағып, оған тамақ әкелгенін айтады. Сангу жалдамасын төлей алмайтын болғандықтан, терезеден қашып кетеді. Көшеде жүрген кезінде ол өз арманы туралы шындықты түсіну үшін барған барлық мамандарды еске алады: психологтар, дәрігерлер, ғалымдар, дін өкілдері және басқалар. Олардың барлығы армандар туралы түрлі теориялар айтқан, бірақ бірде-бірі нақты көмек бере алмаған. Сангу бір тағам дүңгіршегіне тоқтап, жұмыртқасыз креп сұрайды. Ол соны ғана қалта көтереді. Бірақ сатушы оған тегін жұмыртқа қосып береді. Креп дайын болғанша, Сангу қарсы беттегі кафені бақылап тұрады. Сол жерде оған ұнайтын қыз жұмыс істейді. Сангу оны бірнеше жыл бұрын достарымен барға барған кезде кездестірген. Ол сол жерде тобымен ән айтып жүрген. Қыздың дауысы ерекше әдемі болған. Содан бері ол туралы ұмытпаған. Креп дайын болғанда, Сангу отырып жейін деп жатқанда, кенеттен менеджері Сан пайда болады. Сангу қашып кетуге тырысады, крепін тастап кетеді, бірақ әлсіз болғандықтан ұзаққа бара алмайды. Сан оны қуып жетіп, мейрамханаға апарып, оның көзінше тамақ ішіп отырып, айғайлайды, келісімшартты орындамағаны және сценарийді уақытында тапсырмағаны үшін. Сангу түсіндірмек болады, ұйқысыздықтың кесірінен жаза алмайды. Бірақ Сан тыңдамай, 10 күн ішінде сценарийді тапсыруды талап етеді. Кейін Сангу пәтеріне қайтып келеді, бірақ есіктің құлыпталғанын және барлық заттарының дәлізге шығарылғанын көреді. Үй иесі ақыры оны шығарып жіберген. Ол жақын маңдағы кафеге барып, жазуға тырысады, бірақ қатты аш болғандықтан ештеңеге шоғырлана алмай, ұйықтап қалады. Тағы да жын пайда болып, мойнына шынжыр салып, басын стелге ұрып өлтіреді. Сангу тағы да тісінде өлген сәтінде оянады, бірақ бұл жолы ноутбугының ұрланғанын көреді. Ең басты жұмыс құралы жоқ. Шындық пен түс арасында шекара бұлыңғырланып кеткенде, ол менеджер Санға ата-анасының жанына кететінін айтып, өз-өзіне қол салатыны туралы хабарлама жібереді. Сангу көрші кафенің қарсысындағы ғимараттың төбесіне шығып, сол жерде жұмыс істейтін Руэрге қарап тұрып, секірмек болады. Бірақ дәл сол сәтте креп сатушы оны тоқтатады. Тегін тамақ ұсынады. Ол да төбеге шығып, Сангу тамақ ішіп жатқанда, өлім мен тістер жайлы түрлі көзқарастар жайлы әңгіме қозғайды. Ол қарапайым бір шешімге келеді. Сангу тісінде жын пайда болған кезде, өзін мен түс көріп жатырмын деп айтуы керек. Бұл оны тезірек оятуға көмектеседі. Сангу сол төбеде Руэрге қарап отырады, күн батқанға дейін. Кейін телефонын сатып, азық-түлікке ақша табады. Дүкенге кіріп, бірдеңе ұрламақшы болады, бірақ біреу қарап тұрғанын байқап, райынан қайтады. Дүкен сыртында тамақтанып отырғанда, Руэр кенеттен пайда болып, оған алаңдап тұрғанын көрсетеді. Бұл тым жақсы көрінеді. Бірақ көп ұзамай Сангу Руэрдің шын мәнінде жын екенін біледі. Жын оны әйнекке қарай итеріп, дүкен қызметкері көретіндей етіп, пышақпен шаншып, терезеден лақтырып жібереді. Сангу құлап бара жатып, жынның қылышын ұстап алады. Сосын сатушының кеңесін есіне алып, мен түс көріп жатырмын дейді. Бұл сөздің арқасында ол құлау сәтінде оянып кетеді. Шын өмірде де ол терезеден құлап бара жатқан еді. Бірақ бұл жолы жарақат алмайды. Қолында шынымен жынның қылышы бар. Ол жедел жәрдем келгенше қашып кетіп, түнді саябақта өткізеді. Қылышты зерттеп, бұл түс емес екеніне көз жеткізеді. Таңертең базарға барып, қылышты сатпақ болады. Бірақ сатып алушының тым қызығушылығы бұл заттың бағалы екенін білдіреді. Сол себепті ол ломбардқа барып, қылышты 20 мыңға сатады. Ақшаны алған бетте Сангу жаңа компьютер сатып алады. Қымбат мейрамханада тамақтанады. Люкс қонақ үйге орналасады. Түнде ұйықтар алдында ұйықтататын дәрі ішеді. Кезекті түс басталуын күтеді. Түсте қонақ үйде басталады. Ол бөлмеден шығып, дәлізді аралайды. Қолына ваза алып, мен түс көріп жатырмын дейді. Бірақ ештеңе өзгермейді. Ол әрі қарай зерттеуге бел буады. Дәл осы сәтте жын пайда болып, алып алтын балтамен соңынан қуады. Жын оны бірнеше рет жаралайды. Бірақ бір кезде Сангу балтаны тартып алып, тағы да мен түс көріп жатырмын дейді. Ол қайтадан оянады, денесі жарақатсыз. Қолында шынайы балта. Балтаны сол ломбардқа апарып сатады. Ақшаны бірден жұмсайды. Стильді киімдер, жаңа көлік сатып алады. Кешті барда қыздармен өткізеді. Бірақ қонақ үйге қайтқан кезде, қыздарды ішке кіргізбей,
такси ақысын беріп жібереді. Бұл жолы ұйықтар алдында бір музей туралы кітаптағы суреттерді қарайды. Солай ол түсінің дәл сол жерде өтуіне қол жеткізеді. Түс ішінде ол антикалық заттарды тамашалап жүріп, жынның келуін күтеді. Бұл жолы жын отты қарумен пайда болады. Бұл Сангудың жоспарын бұзады. Ол оқтардан қашып, оларды айналып өтіп жүгіреді. Бірақ ақыры жын оны ұстап алып өлтіреді. Сангу қонақ үйдегі бөлмесінде оянады. Бірақ тісінен ештеңе алып шыға алмағандықтан, тағы бір ұйықтататын дәрі ішеді. Келесі түсінде Сангу қайтадан жүгіріп, ерекше секіріс жасап оқтардан құтылып, екі антикалық затты ұстап үлгереді. Ояна салысымен ол бұл қазыналарды антиквариат мамандарына апарып сатады. Олар оған $2 миллион төлейді. Кейбіреулер оның әдіс тәсіліне күдікпен қараса да, Сангу бұл сұрақтардан сытылып кетеді. Дүкеннен шыққанда оған Сан ашулы күйде келеді. Ол Сангудың өліп қалған деп ойлаған. Сан оны сәнді мейрамханаға кешкі асқа шақырып, бұрын алған сценарий ақшасын қайтарып береді. Енді жазбайтынын айтады. Келесі күні Сангу Руэрдің кафесіне алғаш рет кіреді. Латте сұрап алып, одан өзіне таныс емес пе деп сұрайды. Бірақ ол оны танымайды. Содан соң Сангу неге кафені сатып жатқанын сұрайды. Руэр оған кафеге келушілердің жоқтығын, бизнестің тек қарыз әкеліп жатқанын айтады. Түнде Сангу Санмен бірге кешкі ас кезінде мас болады. Сан оның табысының құпиясын білгісі келеді. Ол Сангуды қонақ үйдегі бөлмесіне жеткізіп, төсегіне жатқызады. Бірақ кеткен болып, кейін қайтып келіп, оның әмияны мен шек кітапшасын қарайды. Сол сәтте Сангу қолында алтын шынжыр ұстап жатқан күйде оянады. Бұл Санды шошытып жібереді. Сан енді құпияны білген соң, Сангуден өзін серіктесі етуін өтінеді. Сангу бұл ұсынысты біраз ойлайды. Келесі күні ол Руэрдің кафесін сатып алып, оған басқарушы болып қалуын сұрайды. Пайдасын бірге бөлісіп, шығындарды өзі жабатын болады. Руэр алғысын білдіру үшін оны кешкі асқа шақырады. Кешкі ас кезінде олар жаңа бизнес жайлы әңгімелесіп, Руэр бұл мәміледен Сангудың тек ақша емес, басқа да нәрсе күтіп отырғанын сезетінін айтады. Осыдан бастап Сангу үнемі түс арқылы оқиғаларға кіріп, Сан оның денесін қорғап отырады. Мысалы, бір түсінде ол банк тонап, өзінің жаңа қабілеттерін көрсетеді. Заттарды ой күшімен қозғай алады. Ол жынмен соғысып, тіпті бір тісінен қызыл көлік алып шығады. Кейінірек Руэрдің кафесі адамға толады. Сангу Санға ақша беріп, көшедегі адамдарды келуге мәжбүр етеді. Ол сондай-ақ тегін тамақ бергені үшін креп сатушыға ақша толы сөмке қалдырады. Кафе жабылғаннан кейін Сангу Руэрмен серуендейді. Руэр бірнеше сөздің ішінде оның сценарист екенін дәл табады. Сангу енді күнде Руэрді үйіне дейін шығарып салады. Бір түнде ол қызыл көлікті жүргізуге рұқсат береді. Көлік енді Руэрдікі екенін айтады. Руэр Сангуды өте танымал сценарист деп ойлап қалады. Көлік жүргізіп бара жатқанда, Сангу алғаш кездескен күнін еске алады. Концерттен кейін Руэр бұрынғы жігітімен ұрысып, жылап отырған. Ол содан кейін бірнеше рет артынан кинотеатрға барған. Сангу Руэрге киноға баруды ұсынады, ол келіседі. Бірақ бұл әңгіме Руэрдің «Қашан сен жазған киноны көреміз?» деген сұрағына алып келеді. Өтірігі әшкере болмас үшін Сангу шынайы сценарий жазып, оны Санға береді. Сан оны оқып жатқанда, Сангу ұйықтайды. Себебі ойында үнемі Руэр болғандықтан, ол түсінде төсекте бірнеше Руэр көшірмелермен бірге жатқанын көреді. Мұндай түс оны шошытып оятып жібереді. Оянғанда Сан сценарийге жылап тұрып таңғалады. Екеуінің жоспары енді шынайы іске аса бастайды. Олар сценарийді бір фильм продюсерлік компаниясына сатып, өз ақшаларын ең танымал жұлдыздарды жалдауға жұмсайды. Үлкен табыс әкелетін жобаға айналдырады. Олар арнайы кешкі ас ұйымдастырып, Сангу Руэрді бірге алып барады. Сол кеште оның шығармашылық жолы жайлы тұтас презентация көрсетіледі. Бәрі ойдан шығарылған, ол көптеген табысты фильмдер жазған. Бірақ ешқашан автор ретінде көрсетілуді қаламаған, өйткені әлемді аралағысы келген. Бірнеше күннен кейін түсінде Сангу ерекше нәрсеге тап болады. Медитация жасап отырған монахтың денесін көреді. Белдігін шешіп алмақ болғанда, оның қолы үгітіліп кетеді. Бірақ ол тоқтамайды. Қолы қайта қалпына келгенде, белдікті тағы да тартып көреді. Сол сәтте монах екі түтін шыққан саусағымен оның кеудесіне тиеді. Бірақ Сангу аса уайымдамайды. Әдеттегі жын бұл жолы келмейді. Ақырында әрі қазына, әрі монах үгітіліп кетеді. Бір түнде Сангу Руэрді бұрын өзі секірмек болған ғимараттың төбесіне алып шығады. Ол оған арнайы дайындалған отшашуды көрсетеді. Руэр одан сен өміріме қалай кірсең, солай жоғалып кетпейсің бе? деп сұрайды. Сангу мен сені ешқашан тастамаймын деп уәде береді. Содан соң олар Руэрдің пәтеріне барады. Ол ваннаға кеткенде Сангу мойындамақшы болып дайындала бастайды. Бірақ бір сәтте кеудесіне бірдеңе тигендей сезіп,
бір түрлі күй кешеді. Айнаға қараса, кеудесінде екі түтіндеген қара таңба пайда болғанын көреді. Үйге қайтып келіп, Санның бірнеше қызбен кеш ұйымдастырып жатқанын елемейді. Бірден төсегіне барып жатады. Сан тістен бірдеңе алып шығуға дайындалып жатқанда, Сангу бұл жолы қажеті жоқ екенін айтады. Ол өзі жалғыз ұйықтамақ. Тісінде Сангу биік, бос ғимаратта болады. Балконда бір жұмбақ тұлға күтіп тұр. Жақындап барса, бұл өзінің егде тартқан нұсқасы. Ол енді үгітіліп бара жатыр. Сангу оянғанда, иығында жаңа тыртық пайда болады. Күн өте келе, бұрын тісінде жарақат алған жерлерінде тағы да тыртықтар шыға бастайды. Таңертең Сангу креп сатушыны тағы бір кеңес сұрауға іздейді. Бірақ діттеген жеріне жетуге сәл қалғанда, жаннан фургон тоқтап, оны ұрлап кетеді. Көзін байлаған қапты шешкенде, Сангу өзін ескі, иесіз ғимаратта, қылмыскерлер тобының ортасында көреді. Бұл топтың басшысы Канг есімді адам. Сангу не сұрасаңдар да төлеймін дейді. Олар $10 миллион сұрайды, және Сангу Санға қоңырау шалып, ақшаны әкелуін өтінеді. Сан келген соң, Кангтың адамдары ақша мен Санның өзінде тартып алып, оны кепілге айналдырады. Амалы қалмаған Сангу ес-түссіз жатқан Санмен бірге барлығын өз пәтеріне апарады, және жасырын бөлмесін көрсетеді. Ол жердегі антикалық бұйымдармен бөлісуге мәжбүр бола. Канг енді Сангуды бұл сирек заттарды қайдан алғанын мойындатқысы келеді. Сол кезде ғимаратқа біреу келіп, Руардың келгенін хабарлайды. Рецепционист әйел бұл туралы домофон арқылы хабарлаған сәтте, Сангу оны қауіпсіздік үшін мен сенімен бірге бола алмаймын деп кенеттен тастап кетеді. Бірақ Руардың көңіл күйінің бұзылғанын көрген рецепционист оның пәтердің есігі ашық тұрғанын айтып, жоғарғы қабатқа көтерілуіне рұқсат береді. Лифттен шыққан бойда, Руарды Кангтың адамдарының бірі ұстап алып, Сангумен бірге отырған жерге апарады. Канг Руарды ашуландыру үшін Сангудың оны алдап жүргенін айтады. Бірақ бұл сөздер топтағы бір басқа жігіттің көңілінен шықпайды. Ол тек ақша үшін келгенін айтқан. Канг бұған ашуланып, алтын кастет киіп алып, әлгі жігітті аяусыз ұрып тастайды. Сол кезде Сан есін жиып келеді. Канг Руарға қарай бет алған сәтте, Руар оны теуіп жіберіп қорғанады. Сан бұл мүмкіндікті пайдаланып, өзін ұстап тұрған жігітті ваза арқылы ұрып құлатады. Сангу өзін ұстап тұрған жігітті тістеп қашып кетеді. Бірақ пышақ жарақатын алып үлгереді. Үшеуі бірге қашады. Канг әлгі жігітті атып өлтіреді. Бірақ Сангудың жарасы ауыр, ол әрең қозғалады. Баспалдақта тағы да қылмыскерлер жетіп келеді. Бірі Сангуды тағы да пышақтайды. Сан оларды ұстап тұру үшін артта қалып, өзін құрбан етеді. Ол жаттыққан екі адаммен күресе алмайды. Сондықтан оны өлтіріп тастайды. Келесі қабатта тағы бір қылмыскер Сангу мен Руарды ұстап алады. Оларды соғып, қабырғаларға лақтырады. Сангу оның арқасына қанжар соғып үлгергенімен, екеуі де есінен танып қалады. Кенеттен Сангу өзін қаразатпен қапталған құпиялы қирандыларда табады. Жер қозғалған сайын бұл заттар жоғалып отырады. Ол орынды аралап жүріп, жарқыраған есік арқасына тиеді. Сол сәтте өткен айлардағы өмірінің көріністері көз алдынан өтеді. Шын өмір, тістер, тіпті дүкен жанындағы оқиғада өзін жедел жәрдем алып кетіп жатқан сәті де көрсетіледі. Көріністер аяқталған соң, Сангу үлкен шыны қабырғаға келеді. Оны ұрып, мен түс көріп тұрмын деп қайталап тұрады. Ақыры қансырап құлап түседі. Сол сәтте оның денесі өзгере бастайды. Сангу жынға айналып бара жатқанын түсінеді. Қолында қылыш пайда болып, ол шыны қабырғаны сындыра бастайды. Шыны қабырға жарылғанда, жын Сангудың пәтерінде пайда болады. Ол жерде жатқан Сангудың тәні де оянып келе жатады. Жын ешқандай аяусыз барлық қылмыскерлерді өлтіреді. Қажет кезде өз қаруын да шығарып алады. Соңында жын Сангудың өзіне қарай бұрылып, оны да өлтірмек болады. Бірақ Сангу ақырын мен түс көріп тұрмын деп айтады. Сол сәтте ол түс арқылы әкелген барлық антикалық заттар пәтерден және байлардың коллекцияларынан бірінен соң бірі жоғала бастайды. Сангу тағы да есінен танып қалады. Көзін ашқанда, өзін дүкен жанында тұрған түнде қайта көреді. Руэр оны тауып, концерттен кейін көргенін есіне түсіреді. Жағдайына жаны ашып, оны үйіне апарып, шынайы тамақ бермек болады. Сангу кеспе-жеп жатқанда, Руэр оның бір әңгімесін журналдан оқығанын айтады. Ол оған ұнағанын, бірақ сәттілік жетіспейтінін де қосып өтеді. Сол сәтте ол Сангуға кафесінде жұмыс ұсынады. Бұл ұсыныс Сангуды жылатып жібере. Сөйтсе, осы уақыт бойы Руэр оның өзін аңдып жүргенін біліп жүрген екен. Біршама уақыт өткен соң, олар бірге кафеде жұмыс істеп жүргенде, Руэр оған сыйлық береді. Жаңа ноутбук, жазуын жалғастыру үшін. Кейін Сангу Санмен кездесіп, оған алған ақшасын қайтармақ болады. Енді тек жүрек қалаумен жазғысы келетінін айтады. Сан бұл ақшаны қабылдамай, керісінше, бұрынғы бір сценарийді сатып жібергенін айтып, оған тағы да ақша бере. Бұл жолы кешкі астың ақшасын Сангу төлейді. Көп күн өткен соң, өміріне риза күйде,
Сангу креп сатушыға тамақ алуға бара. Сол сәтте сатушы оған ақшасын қайтарады және қарнында тыртық бар екенін көрсетеді. Ол да кезінде сондай күшке ие болған екен. Бірақ қарапайым өмірдің анағұрлым жақсы екенін түсінген. Сол кезде сатушының артындағы бос кеңістікте Сангудың соңғы түсінде көрген қирандылары пайда болады. Ол жерден жаңа жын шығып тұр, дәл сол бұрынғы қылмыскерлерді өлтірген. Және Сангуды дүкен жанынан қайта пайда болған сәттен бастап бақылап жүргені белгілі болады. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз.